Сәлем достар, қазір мен сіздерге Pinduoduo'дан КамАЗға өткен затымды возврат жасауға көрсетемін. Pinduoduo'мызға кіреміз, сосын астындағы личный кабинетімізге өтеміз. Мына жерде КамАЗда мінекей менде екі зат тұр, сол біреуін қазір возврат жасаймын. КамАЗымызға басамыз, астындағы мына затымды мен возврат жасаймын. Ол үшін подать заявку на возврат дейді, соны біріншісін басамыз. Одан кейін мұны возвратить деньги дегенді басамыз, ақшаны қайтарып алу. Содан кейін мінекей мына жерде осы причинаны көрсетті, не үшін возврат жасайсың, сол причинаны көрсетеді. Осыған басамыз. Одан кейін мына причиналарды переводтап аламыз. Мына жерде Яндекс переводчикке салып переводтаймыз. Содан кейін причинамызды жазамыз. Біздің бірінші причинамыз не нравится это эффект не очень хороший дейді. Одан кейін я больше этого не хочу. Одан кейін материал и ткань не соответствует описанию. Размер не соответствует описанию. Осындай каждый осылай переводтап переводчикке салып өз причинаңызды осы жерге белгілесе, мен осы жерге я больше этого не хочу дегенді мен белгілеймін. Мен оны алғым келмейді. Екіншісі ол, мінекей екіншісі мен осылай копировать етіп аламын, себебі ана жерге де қоюымыз керек. Екінші жерге қазір көрсетемін. Осыны міне белгіледім. Одан кейін мына жерімізге міне копировать еткенімізді жазамыз да, мен енді оны алғым келмейді. Одан кейін қызылды басамыз. Сосын мынаны да міне копировать етіп аламыз. Яндекс переводчимізге саламыз. Не так, пожалуйста, выберите статус доставки. Не получено, получено. Біз оны әлі қолымызға алған жоқпыз. Содан кейін не получено деп жазамыз. Қызылды басамыз. Мына жерге тағы да причина сұрап тұр. Яндекске салып тағы причинамызды белгілейміз. Я больше не хочу деген. Я больше не хочу. Біріншісін белгілейміз. Мінекей галочка қойды. Возврат бізге жасалынады. Мінекей мына жерде уақытысы жазылып тұр. Мінекей мына жерде 30 сағат ішінде возврат жасалынады деген сөз. 30 сағат, 35 сағаттан кейін мінекей возврат жасалынады бізге. Бұл жерде КамАЗ уже складқа бара жатқан жерден біз возврат жасадық. Ендіке қалай КамАЗ артқа қарай қайтып магазинге барады, сол кезде сізге продавец ақшаңызды қайтарып береді.